Бұл не өмір деп, өмірден түңілген қоян мұңын шағыпты. Мен барлығынан қорқамын. Қорқыныш артымнан еріп жүреді. Құрғап қалған бұтақ сырт ете қалса да дірілдеп кетемін. Бұта арасында құс секірсе де жүрегім аузыма тығылып қалғандай болады. Жапырақ астында тышқан ініне жүгіріп бара жатса да, жүрегім зу ете қалады. Бұл дүниеде мен қорықпайтын кім бар екен? Жоқ, бұл өмір емес. Көктеректің жапырағы сияқты көрінгеннің алдында дірілдей бергенше суға батып өлгенім жақсы. Осылайша кішкентай қылый ең жақын өзенге қарай бет алыпты. Өзенге жетісімен тереңдеу жерін іздепті. Осы кезде жағада секеңдеп жүрген құрбақаны көреді. Қоян қорқып кетіп, екі құлағын бүрістіріп ала қояды. Ақыры ажалым келіп тұр емес пе деп, тәуекелге бел буып, құрбақаға тап беріпті. Құрбақа одан да сумақа емес пе, ол айқайлап былай депті. Ах, сорлы басым-ай, қорқынышты қоян маған тап берді, енді жеп қоймақшы. Қорқамын одан, қорқамын, қорқамын. Осы сөздерді айта салып, өзенге бүлк ете қалыпты. Бұны күтпеген қоян артқы аяғына отырып, аң-таң болып өз құлағына өзі сенбей. Мәссаған, менен де қорқатын біреу бар екен ғой. Одан суға батып өлем деген ойды шегере тұру керек. Қайтадан орманға оралайын дейді. Осылайша қылый өзеннен бойын алыс салатын болыпты. Әлі күнге дейін солай өмір сүріп жатыр дейді.